өздеріңіз көріп тұрсыздар, бүкіл Қызылорда деп айтуға да болады. Енді көптеген басқа жақтан да қонаққа келіп жатыр ғой қазір. Қызылорда өзгерді, Қызылорда көркейді. Біз де көрейік, келейік. Енді қалай айтсам екен, сәл кішігірім болса да қазір туристік қалаға айналды. Өйткені енді көптеген шетелдік азаматтар да Қазақстанымыздың алғашқы астанасы қандай екен, қазір қандай екен деп көреді. Әрине қуантады сондай жайттар. Ал енді салыстыратын болсақ, күннен күнге көркейіп келе жатыр біздің қала. Тек қана қала емес, сонымен қоса облыстар да. Өйткені қазір қайда барсақ та біздің облысымыздағы көптеген керемет өзгерістер орын алуда. Сол әрине қуантар. Кейде бір осындай концерттерге бір-ақ күнге келген кезде тағы қалғым келіп тұрады. Енді шын айтсайын, бұл жердің халқы да, жері де әлемдегі ешқандай жерге, ешқандай елге тең келмейді. Сондықтан да өте қуаныштымын, және де қызылордалықтарды құттықтағым келеді. Барша құрылысшыларды бүгінгі кәсіби мерекелерімен құттықтаймын. Отбасыларыңызға береке тілеймін. Сіздер көптеген қалаларды көркейтіп келе жатсыздар. Сіздердің де өмірлеріңіз сондай өздеріңіз салып жатқан ғимараттар сияқты әсем, әдемі болсын.